Сәлем менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге баклажаннан дайындалатын өте дәмді және оңай жасалатын салат түрін жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге баклажан қажет, огурцы, помидор, осындай бір бас чеснок, крахмал, кукурузный крахмал және соус, қандай соус екенін нақтылап көрсетемін, және тұз болса жетеді. Содан араластырып өте дәмді салат жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Міне осылай баклажанымызды тазартып аламыз, қабығын ашып. Арасында қалса, ол ештеңе етпейді. Әдемі көрініп тұрады. Бұл күнделікті қонақ күткенде немесе күнделікті өзіңізге жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Баклажанды мінекей осылай тураймыз. Бұған қосылатын ингредиенттердің барлығы қолжетімді, кез келген магазиннен алсаңыздар болады. Және өте дәмді шығады. Баклажанымызды турап осылай дайындап алдық. Енді үстіне осындай кукурузный крахмалды жақсылап себеміз. Кукурузный крахмалды жақсылап септік. Енді осылай араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Негізі баклажанды жаңа видеоға түсірмекпіз. Суға тұз салып, мұздай суға жуып аламыз. Содан соң кептіріп, одан кейін үстіне крахмалды сеуіп, осылай енді қызып тұрған майға апарып қуырамыз. Қызып тұрған майға баклажандарымызды қуырамыз. Крахмал сепсек, баклажанымыз сырты қытырлап, дәмді шығады. Міне осылай баклажандарымыз қуырылады крахмалмен бірге. Міне біздің баклажанымызды крахмалға аунатып, қызып тұрған майға қуырып алдық. Енді ары қарай уже салатымызды жасаймыз. Огурцы аламыз. Огурцыды алып, қабығын шама-шама ашимыз. Жаңа баклажан сияқтандырып. Тимізді дәл жаңа баклажан сияқты тураймыз. Өте свежий, дәмді салат болып шығады. Негіз помидор қоспай, наған рукколамен істесеңіздер болады. Тура өстіп қуырасыздар да, рукколамен жасасаңыздар болады. Біз огурцы жақсы көреміз, сол себептен огурцы пайдалы, витаминдерге бай.
Курицамыз дайын болды. Тарелкамызға салып, тұзымызды жақсылап сеуіп, помидорымызды да осылай тураймыз. Өте оңай жасалатын салаттың түрі және өте дәмді шығады. Мінекей осы бір тарелкаға пока осы болады. Сеуіп жүреміз. Салатный лист. Кез келген салат жапырағын қосамыз. Сіздерде қандай пияз, укроп, не бар, соны қоса берсеңіздер болады. Енді осыған бір заправка жасап жіберейік. Міне Арой Д деген осындай соус, кисло-сладкий соус для курицы деп тұр. Мен бұны салатқа қосам, өте дәмді шығады. Осылай бір сеуіп жіберейік. Астына. Содан соң уже үстіне осылай баклажандарды қойып, осы соусымызды жақсылап тағы да үстіне құйып шығамыз. Өте дәмді салатымыз дайын болды біздің. Енді мен чеснокты ұмытып кетіппін. Міне осылай араластырып жегенде қосып жібересіздер енді. Осылай жан-жағына қоя саламыз. Негізі араластырып салуға да болады, бірақ та мен осылай көрсеттім. Мінекей дайын болды салатымыз. Өте керемет және өте дәмді. Достар, міне салатымыз дайын болды. Енді дәмін көрейік. Bismillah. Өте керемет дәмді. Өте керемет. Дәл осындай салатты дайындап көріңіздер. Видеоның аяғына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоларым ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Рахмет.